Сәлем достар, қазіргі таңда желіде танымал сайттар өте көп, бірақ олардың арасында ерекше орын алатын хостинг бар. Бұл қосымша арқылы көбі теледидар туралы ұмытып, ал кейбірі танымалдылыққа ие болды. Бүгін сіздерге интернет желісін түбегейлі өзгерткен YouTube туралы айтатын боламыз. Әлем бойынша YouTube'ты миллиардтаған адам пайдаланады, бірақ YouTube алғашында танысуға арналған сайт ретінде ойлап табылғаны туралы көбі біле бермейді. Және алғаш пайда болған күні 2005 жылдың 14 ақпан күні сәйкестік емес. Хостингті ойлап тапқан жігіттер PayPal'дың бұрынғы жұмыскерлері Чад Херли, Стив Чен және Джавид Карим болды. Сайтты ойлап табу идеясы Чадтікі болды. Ол достарымен ресторанда жиналғанда сайт туралы ойымен бөліседі. Достары оның бастауын бірден қолдайды. Херли бала кезінен компьютерлік технологияға қызығушылық танытқан. Ол шығармашылық университетінің соңғы курсында PayPal'ға резюмесін жібереді. Ал тест ретінде ол компанияның логотипін жасап шығарады және жұмысқа басшы дизайнер ретінде қабылданады. Стивен Ченға келсек, ол Тайванда туылған және оның 18 жасында Америкаға отбасымен бірге көшіп келеді. Ол мамандандырылған математикалық мектепті үздік бағаға бітіріп, Иллинойс университетіне түседі. Бітірген соң PayPal компаниясына тұрып, достары Чад пен Джавидпен танысады. Джавидтің балалық шағы Германияда өтті. Олар отбасымен 92 жылы Миннесотаға көшіп келеді. Оның ата-аналары университетте сабақ берген. Бірақ бұл жігіт оқуын тастап кеткенмен бәрібір біз білетін компанияға жұмысқа тұрады. Енді YouTube'тың тарихына келейік. Бұл оқиға 2005 жылдың қаңтарында басталды. Чад пен Стив таныстарымен кездесіп көңіл көтеруге барады. Бірақ ол кешке достары Джавид келе алмай қалады. Екеуі оның қандай қызықтан құр қалғанын көрсеткісі келіп, достарына әзіл ретінде видео түсіреді. Бірақ электронды хат видеоның ауырлығынан жүктелу бірнеше сағат алып, соңында мүлде жіберілмей қалады. Чад бұл оқиғадан кейін видео жіберуге болатын сайттарды іздеп шығады. Бірақ сәйкес келетін бірде-бір сайт табылмайды. Естеріңізге сала кетсек, бұл 2005 жылда болған. Бұл уақытта біз компьютермен енді танысып жатқан болатынбыз. Осылайша тез жүктелетін және достарымен бөлісуге болатын сайт ойлап табу идеясы пайда болды. Айтып өткеніміздей, бұл сайт алғашында танысуға арналған болатын. Қолданушы мұнда өзі туралы видео түсіріп және анкетаға тіркеп қоюға мүмкіндігі болды. Мұны басқа қолданушылар көріп, олар әрі қарай жақынырақ танысып кету керек болған. Барлығы басқа алып компаниялар сияқты кішкентай гаражда басталды. Стивен мен Джавид техникалық жағын алса, Чад дизайнмен жұмыс істеді. 2005 жылдың 14 ақпан күні youtube.com домені ресми түрде тіркеледі. Сайт атауы YouSen Tube түтікше деп аударылады. Бірақ мұнда ескі теледидардың кинескоп түтікшесі туралы айтылған. Ал ағылшын тілінде мұндай сөз жоқ. Үш достың арқасында бұл сөз тіркес ең танымал болды. Сайтты тіркегеннен кейін қаптаған қолданушылар пайда болды деп ойласаңыз қателесесіз. Бір аптадан кейін де бір айдан сонда сайтқа ешкім тіркелген жоқ. Facebookқа ұқсатылып жасалған сайт сұранысқа сол күйі ие бола алмады. Бірақ қаншама еңбектен кейін артқа жүруге жолы жоқ болды. Бірде Джавид әзіл ретінде зоопаркта пілдердің жанында түсірілген 19 секундтық видео жүктейді. Бұл видео YouTube тарихындағы алғашқы видео болды. Қолданушыларға идея ұнап, әуесқой түсірілімдерде музыкалық клиптарға дейін видеолар жүктей бастайды. Жасаушылар қолданушыларға не керек екенін түсініп ребрендинг жасады. Ал сайтқа жайлап MySpace пен Google видеоның аудиториясы келе бастайды. Қолданушылар видео жүктелудің оңайлығы мен комментарий қалдыру функциялары үшін ұната бастады. Көп ұзамай YouTube'ға инвесторлар өздері келе бастайды және сол жылы платформаны дамытуға $3,5 миллион көмек алады. Бірнеше айдан кейін платформада 100 мыңнан астам қолданушы пайда болады. Ең қызығы, YouTube'ты ешкім жарнамалаған жоқ. Жас жігіттер тек таныстары мен достарына сілтеме ғана жіберген. Ары қарай олар басқаларға жіберіп, бір ай ішінде 100 мың қолданушы тіркеледі. Жас жігіттер бірінші жылдың өзінде әрқайсысы 300 миллионнан табысқа жетті. Алғашқы миллион көрілім жинаған Nike бутсымен түсірілген Рональдиньоның видеосы болды. 2006 жылдың қыркүйегінде алып Google компаниясы платформаны $1,5 миллиард сатып алуға сұраныс жасайды. Бірақ ақшаның орнына олар акция ұсынады. Мұндай ұсыныс күнде түсе бермейтінін біліп, жас жігіттер бірден келісімін береді. Осылайша сол жылдың қараша айынан бастап платформа Googleға тиесілі болады. YouTube
YouTube'ты ойлап тапқан жігіттер компаниядағы жұмыстарын 2010 жылға дейін жалғастырады, ал кейін өз жеке проекттарымен айналысуға шешеді. Неге Google біреуден сатып алғанша мұндай платформаны өзі шығара салмады деп ойлайтын боларсыздар. Ең қызығы, Google'да YouTube'қа ұқсас Google видео сервисі болған, бірақ YouTube'ты халық ұнатып, ешқандай жарнамасыз-ақ өз қолданушыларын тапты. Ал Google видео жарнамаға біраз ақша құртқанымен YouTube'қа тең келе алмады. Сондықтан Google компаниясы ең оңай жолы дайын материалды сатып ала салды. 2011 мен 2012 жыл аралығында көптеген өзгерістер болды. Блогерларға стрим жүргізуге мүмкіндіктер пайда болып, және видео көруде рекордтар орындалды. Алғашқы миллиард көрілім жинаған видео оңтүстік кореялық Psyдың Gangnam Style болды. Қазір бұл видео 5,5 миллиард жинаған. Сол жылы платформа қолданушылар саны 1 миллиардқа толды. Тағы бір рекорд қойған Луис Фонси орындаушысының Despacito клипі болды. Видео шыққан бетте 5 миллиард көрілім жинады. Ал қазір 8,5 миллиардты құрайды. YouTube көп қолданушыларға қызықты видеолар көретін платформа болып көрінеді. Бірақ мұнда видеоларының арқасында танымал болған жұлдыздар да бар. Солардың бірі Джастин Бибер. Джастиннің анасы Нейо орындаушысына кавер жасаған оның видеосын YouTube'қа жүктеген болатын. Видео біраз көрілім жинап, Биберді атақты әнші Ашер байқап, жас жігітті бірге жұмыс істеуге шақырады. Осыдан бастап Джастиннің өмірі түбегейлі өзгереді. Қазіргі таңда әншінің табысы $300 миллион құрайды. Мұндай мысалдар айта берсең өте көп. Платформаның танымал каналдарына келсек, бірінші орында американдық Mr. Beast алады. Каналда тіркелушілер саны 376 миллионды құрайды. Контент көңіл көтеруге бағытталғанымен жас жігіт қайырымдылыққа да көп көңіл бөледі. Есептеулер бойынша YouTube'қа күніне 120 миллион адам кіреді. Ал платформадағы жарнамадан түскен табыс 10 миллиардты құрайды. Мұндағы видеолардың барлығын көріп шығу үшін шамамен 1000 жыл уақыт кетеді екен. Ал минутына әлем бойынша 500 видео жүктеледі. Видео хостингпен бәсекелесетін компанияға келсек, ол әрине TikTok. Қысқа видеолардан бастау алып, ол да өз аудиториясын кеңейтуде. Бұл әрине бөлек әңгіме. Қазіргі таңда қолданушылар YouTube'та тек қызықты уақыт өткізуге ғана емес, жаңа тілдер үйреніп, психологтар мен кулинарлардан сабақ ала алады. Үш жігіттің кішкентай гараждан бастау алған компаниялары желідегі видео контентті түбегейлі өзгертті деуге болады. Ал сіздер YouTube'қа алғашқы рет қашан тіркелдіңіз? Пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.